812 есептің біріншісін шығарайық. 6,3 көбейтілген 7. 21-ге тең 2 ойда 42, 44 болады. Өтірден кейін бір сан тұр, сонда 44,1-ге тең болады екен. Келесі екіншісін шығарайық. 8,135 көбейтілген 3 саны. 15 бір ойда, 9, 10, 0 түсіріп бір ойда қоямыз. Так, 24, 25. Өтірден кейін 2 сан тұр, сонда 25,105-ге тең болады екен. Келесі үшіншісін шығарайық. 9,6 көбейтілген 8. Так, 48 болады, 8 ойда, 4, 72, 76 болады. 76,8-ге тең екен. Келесісін шығарамыз. Бұл бізде төртіншісі. 4,5 көбейтілген 12. 0, 1, 8, 9, 45. Қосындысының нәтижесі 4, 54 болады. Өтірден кейін бір сан болады. Сонда жауабы 54-ге тең болады екен. Келесі бесіншісін шығарайық. 8,131 көбейтілген 14. Так, 4 болады, 2, 1, 32, 33. Енді көбейтеміз бір санымен, сонда 1, 3, 8 болады. Қосындысын алайық. 4 болады, 3 болады, 6 болады, 11 болады. Өтірден кейін 2 сан бар. Сонда 116,134 санына тең екен. Келесі алтыншысын шығарайық. Алтыншысы бізде 9,15 көбейтілген 11 саны. 5, 9, 5, 9 болады. Қосындысын алайық. 4 болады, 10. Өтірден кейін бір сан бар. 104,5-ге тең болады. Келесі жетіншісін шығарайық. Жетіншісінде 9,103 көбейтілген 17. 1, 2 көбейтіндісі 63. Сонда 3, 0, 9. Қосындысын алайық. 1, 5, 3, 15. Өтірден кейін 2 сан бар. Сонда 153,151-ге тең екен. Келесі 8-шісін шығарайық. 9,104 көбейтілген 15 санына. 0, 2 болады, 45, 904. 0, 6, 5, 13. 2 санынан кейін өтір қоятын болса, 135,16-ға тең болады. Келесі 9-шысын шығарайық. 2,115 көбейтілген 12. 0, 1, так, 2, 3 болады, 4 болады екен. Енді 215 сан жазайық. 5, 1, 2. Қосындысын алайық. 8, 5, 2. 2 саннан кейін 25,18-ге тең екен. Келесі 813 есептің біріншісін шығарайық. 0,15 санын көбейтеміз 45 санына. Оның нәтижесі тең болады 22,15-ге. Келесі екіншісін шығарайық. 0,14 көбейтілген 40. Нәтижесі тең болады 16-ға. Келесі үшіншісін шығарайық. 0,12 көбейтілген 9. Ол дегеніміз 1,18-ге тең болады. Келесі төртіншісін шығарайық. 0,18 көбейтілген 5. Нәтижесі тең болады 4-ге. Келесі бесіншісін шығарайық. 0,17 көбейтілген 3 санына. Ол бізде 2,11-ге тең болады. Келесі алтыншысын шығарамыз. 0,13 көбейтілген 25 санына. Нәтижесі тең болады 7,15-ге. Келесі жетіншісін шығарайық. Теңдеп берілгеннен кейін жалғастыра берейін. Жақшаның ішін орындайтын болса 3,17-ге тең. Оны 4-ке көбейтетін болсақ, нәтижесі тең болады 14,18-ге.
Келесі екінші шығайық. Жақшаның ішінің нәтижесі 6,7-ге тең болады. Оны 3-ке көбейтетін болсақ, 20,1-ге тең болады. Келесі 9-шыны шығарайық. Жақшаның ішінде 9,165 көбейтілген 5 нәтижесі тең болады 48,125-ге. Келесі 814-ші есебіміз. Біріншісін шығарайық. 29 көбейтілген x. Яғни бірінші жағдайда 5-ті қойыңыз дейді. Екінші жағдайда 12 санын қойыңыз дейді. Тең деп нәтижесін алатын болсақ, 29 санын 5-ке көбейтсек, 145-ге тең болады екен. Ал 29 санын 12 санына көбейтетін болсақ, 348-ге тең болады екен. Келесі екіншісін шығарайық. 1,6 көбейтілген x-іміз 9-ға тең болады. Қосылған y-іміз 5,6-ға тең. Екі көбейтілген нәтижесі 14,4-ге тең. Қосылған 5,6 нәтижесі тең болады 20-ға. Келесі үшіншісін шығарайық. 0,184 көбейтілген 3 қосылған 0,6 көбейтілген 4 тең 0,184-ті 3-ке көбейтетін болсақ, 2,152-ге тең болады. Қосылған 0,6-ны 4-ке көбейтетін болсақ, 2,4-ге тең болады. Екеуінің қосындысы нәтижесі 4,192-ге тең. Келесі төртіншісін шығарайық. 7,5 көбейтілген 8 қосылған 6,9 көбейтілген 3 тең 7,5-ті 8-ге көбейтетін болсақ 60-ға тең. Қосылған 6,9-ды 3-ке көбейтетін болсақ 20,17-ге тең болады. Ал қосындысы нәтижесі 80,17-ге тең екен. Келесі 815-ші есебіміз. Дыбыстың ауадағы жылдамдық берілген 332,5 метр секундқа тең дейді. Ұшып бара жатқан ұшақ моторының шуы оны көрген соң 4 секундтан кейін естіледі. Яғни уақыт берілген 4 секунд. Шу естілген кезде ұшақ қандай қашықтықта болған дейді. Яғни ара қашықтықта болу үшін S-ті табамыз. Бұнда S дегеніміз бөлмен тыным көбейтіндісі 332,5-ті көбейтеміз 4-ке. Нәтижесі тең болады 1330 метрге. Яғни 1330 метрде болған екен. Дегеніміз жылдамдық пен уақыттың көбейтіндісі. Бұнда 74,8-ді көбейтеміз 4-ке. Нәтижесі тең болады 299,2 километр. Яғни 299,2 километр қашықтыққа барады.